Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді томат пастасы қосылған етті бәліш дайындайтын боламыз. Достар, видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бұл бәлішті мерекелік дастарханға да жасасаңыз, дастарханыңызға сән беріп әдемі болып тұрады. Ол үшін бізге картоп, пияз, асқабақ, тартылған ет, томат пастасы, қопсытқыш, ұн, сұйық май, дәміне қарай тұз, бұрыш керек болады. Жылы су құйылған ыдысымызға тұз, сұйық май, томат пастасын салып араластырамыз. Ұнға қопсытқыш салып араластырып, елегішпен елей отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қолға жабыспайтын осындай жұмсақ қамыр шығады. Енді салмасын дайындағанша қамырымызды пакетке салып, тоңазытқышқа 20 минутқа қоямыз. Пиязымызды ұсақтап тураймыз. Картопты да ұсақтап төртбұрыштілеп тураймыз. Асқабақты тураймыз. Туралған етімізді салып, дәміне қарай тұз, бұрыш себеміз. Жақсылап араластырып, енді қамырын жаямыз. Қамырын осындай екі бөлікке бөліп аламыз. Менде пештің осындай арнайы противені, өзіңізге ұнаған кез келген формада пісіре берсеңіз болады. Төселген қамырымыздың үстіне салмасын салып тегістеп шығамыз. Қамырымыздың екінші бөлігін тура солай жұқалап жайып, бәлішіміздің үстінен жайып шығамыз. Бәліштің шетін қалауыңызша осылай самса секілді түйсеңіз болады. Және соңынан жұмыртқаның сарысын жағамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан өзіңіздің пешіңіздің, яғни қызу градусын қойсаңыз болады. Міне өте жұмсақ, дәмді бәлішіміз дайын болды. Достар, видеоны аяғына дейін қарағандарыңызға рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.